Армысыздар қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Мына масқараны тыңдаңыздаршы. Ассаламу алейкум қазақ елі, қайырлы қымбатты достар. Бүгін ауа райы 29 градус Астанада. Қайырлы таң. Кешедіңіз қандай керемет күн? Да, согласна. Какой сегодня день недели? Потрудняемся. Да? Да. Десембе. Сейсенбі. Десембе. Сейсенбі. Сейсенбе. Ага. Сегодня уже разве четверг? Сегодня четверг. Десембе. Ну что ты отцем? Скажите, пожалуйста. Погреться не дай, братан. Погреться куртку. Ойлаңыздаршы, Астанада осы Джексон деген бауырымыз өзіміздің бір қазақ әйел мен қазақ еркекке жақындап келіп, қайырлы таң десең, добрый день деп жауап береді. Құлдық сана сезім. Және де бейсенбі күні, яғни четверг дейміз ғой. Джексон бейсенбі деп айтса, олар сейсенбі дейді. Жұманың аптасының қандай күндері қалай аталатынын да білмейтін өзіміздің мәңгүрт қазақтарымыз. Масқара. Осындай қазақтарымыз өкінішке қарай көп, мәңгүрт, дүбәра, өзінің тілін білмейтін, өзінің тілінде сөйлегісі келмейтін, және де жәнегі бауырымыздан ұят болды. Бір түрлі ұят болып тұрды маған. Солар үшін мен ұялып отырмын. Себебі сейсенбі деп бейсенбіні айтқандар үшін. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр деп, желтоқсан, қараша, қазан деген сияқты өзіміздің айларымыз бар, өзіміздің күндеріміз бар, аптаның күндері бар. Соның бәрін қазақша айту керек, ағайын. Ертең күні масқара боламыз. Әлде мына жәнегі екі қазағымыздың құлдық сана сезімі соншалықты қатты болып кеткен бе? Көк көзді ағайындарды көргенде автоматты түрде орыс тілінде сөйлеп кететін бе? Бірақ та ондай ұқсамайтын. Олар өмір бойы орысша сөйлеп жүрген өзіміздің қазақтарымыз. Біздің тілімізге қайшы жасап атқан, біздің тілімізге қастандық жасап атқан осындай өзіміздің қазақтарымыз өкінішке қарай арамызда көп. Есім барда елін тап дейді. Мемлекеттік тіл. Ол тек қана жәнегі көше сыпыратындардікі емес, жәнегі телешке теретіндер емес, тәшкі деп айтты ғой. Ондай емес. Бұл бүкіл бір тұтас ұлттың ана тілі, мемлекеттік тілі, қазақтың тілі, қазақтың жаны. Сол үшін масқара болмай, есім барда елін тап ағайын, есім барда елін тап бауырларым, қазақ тіліне мән бөліңдер.